Кемел адам Қайрат Жолдыбайұлы. Сауатты тамақтану. Өмір сүрудің екі заңын білген адам бақытқа қол жеткізеді. Бірі не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын кісі. Екіншісі кім болса сонымен дос болмай, достыққа дұрыс адамдарды таңдай білетін жан. Омар Хайям. Тамақ жеп, ас ішу адам баласының табиғи қажеттілігі. Алайда мұның өлшемі мен талғамын білмек керек. Өмірімізді өзгерту үшін әрі тұлғалық дамуды әуелі неден бастау керек деп менен сұрағандарға сауатты тамақтануға мән бер деймін. Иә, алдыңа үлкен мақсат қойып, жетістікке жетуді талап еткен кез келген адам ең әуелі ішіп жеген тағамына мән берсін. Құранда уат пайғамбарлар қауымы адал, таза һәм пайдалы ас судан жеп ішіңдер. Әркез игі іс істеңдер. Шүбәсіз сендердің не істеп, не қойып жүргендеріңді білемін делінген аят бар. Алла тағала бұл аятта адамзатқа тура жолды көрсетіп, ізгілікке үлгі ретінде жіберілген пайғамбарларға ең әуелі таза әрі пайдалы тағам жеуді бұйырады. Одан кейін игі іс істеуге шақырады. Демек, адам баласы игі іс жасау үшін әуелі сауатты тамақтанып, пайдалы ас ішуі керек. Өйткені сауатты тамақтануды ретте алмаған адам қай салада болсын жетістікке жетуі екі талай. Сондықтан рухани кемелденуді көздеген сопылық мектеп өкілдері хилатут тағам, аз тамақ жеу, хилатул манам, аз ұйықтау, хилатул халам, аз сөйлеу, узлату анил анам, оңашалану секілді 4 қағиданы берік ұстанады. Осы 4 қағиданың басында аз тамақ жеу, яғни сауатты тамақтану тұр. Тамақтану дұрыс жүйеге қоя білген адам жан-жақты дамиды. Бүгінгі біздің қоғамда сауатты тамақтануға көп мән бермейді. Мысалы, қазіргі таңда қалыптасқан қонақ күту дағдымызға бір сәт көз жүгіртіп көрелік. Қонақ күту үшін кем дегенде бір күн бұрын дайындық басталады. Дүкен мен базардан үйіп-төгіп азық-түлік тасимыз. Дастарханда бос орын қалдырмай түрлі тағаммен толтырып тастамасақ, қонағымызға құрмет көрсетпегендей ыңғайсыз сезінеміз. Әйел қауымы 2 күн бойы таңның атысы, кештің батысы ас үйде дастархан қамымен жүреді. Әуелі қонаққа буы бұрқыраған қоңыр күрең шай береміз. Самса, бауырсақ, қуырылған балық, духовкаға піскен тауық, туралған жал-жая, қазы-қарта, 5-6 түрлі салат, оның бірнешеуіне майонез араластырылып, ет, шұжық қосылған. Бал, вареньелердің неше атасы, сан алуан жеміс-жидек. Бұлар негізгі тамақтың алдында шаймен желінетін жүрек жалғаудың кішігірім мәзірі ғана. Осындай жүрек жалғар шайдан кейін астауды қайыстырып, жайма наны мен майы сорғалап ет келеді. Тойып алған қонақтар өздерін қинап ет жейді. Артынан майлы сорпа мен қымыз ішеді. Кока-кола қоса ішетіндер, компотқа жоқ демейтіндер де бар. Алдағы асты сүннет қой, тауысып же, ысырап болмасын деп үгіттеп те жатады. Шын мәнінде сүннет табақтағыны түгелдей тауысу емес, өлшеммен асырмай аз жеу. Ет жеп болған соң тамақ сіңсін деп 15-20 минут үзіліске шығамыз. Бұл өзімізді алдау. Әйтпесе тамақтың қорытылуы үшін кем дегенде 5-6 сағат керек. Кішігірім үзілістен кейін қайтадан неше түрлі торт тәтті мен шай ішеміз. Сосын қарнымыз сыздап түннің бір уағында үйге қайтамыз. Қонақ кеткеннен кейін өзіміз отырып шай ішейік дейтіндер де табылады. Ас толы асқазанмен ырсылдап, зорға тыныс алған күйі ұйқыға жатамыз. Ұйықтады деген аты ғана. Ас қорыту үшін ағзамыз түні бойы қиналып жұмыс істейді. Асқазанға, бауырға, жүрекке ауыр салмақ түседі. Таңертең қиналып оянамыз. Көзіміз домбығып, бетіміз ісіп кетеді. Ұйқы қанбаған. Міне осындай күйде жұмысқа кетеміз. Түнде демалмаған ағза күні бойы селқос, ұйқылы ояу, бой күйес халде жүреді. Мұндайда адамның қандай да бір істі жасауға зауқы соқпайды, энергиясы жетпейді. Екі көзі ашық, бірақ санасы мен тұла бойы ұйқыда. Ойлаңыз, осындай күйдегі адамның жетістікке жетуі мүмкін бе? Айтпақшы, қонақтан артылған салат пен тамақтарды обал болмасын деп қайта-қайта жылытып неше күн жейтіндер бар. Жылытылған сайын тамақтың сапасы кетеді, зияны көбейеді. Оны білсек те мән бермейміз. Үлкен ғалым, медицинаның атасы Ибн Сина ас ішудің әдебі жайлы ас ішкенде шақтап қана
аз жегін, өйткені астың бойға даруы оның қорытылуында. Адамның ағзасына ең ауыры қорытылмаған ас үстіне ас ішу десе, қасиетті Құранда ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер. Алла ысырапшылдарды жақсы көрмейді делінген. Өкінішке қарай көпшілік жоғарыдағы аятты қате түсініп жүр. Ысырап дастарханда желінбей қалған тамақ қана емес, шамадан тыс артық желінген ас екендігіне мән бермейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам адам ұрпағының ең жаман ыдысы тоя тамақ ішкен қарын. Адам баласына денесін көтеріп жүруге қажет азын аулақ бірнеше асам тамақ жеткілікті. Ал міндетті түрде жейтін болса, онда асқазанының 1/3 тамаққа, келесі 1/3 суға, ал қалған 1/3 ауаға арнасын деген. Атақты сопылардың бірі Ибрахим ибн Әдхам кімде-кім асқазанына кіретін тағамды қадағалай алса, өз діндарлығын да қолға алғаны. Асқазанына артық тамақ кіргізбеген адам көркем мінезге иелік етеді. Қарны тоймай жүрген кісі Аллаға асыл қылудан аулақ болады. Қарны тоқ кісі асылыққа жақын жүреді деп ас ішудің өлшемін үйреткен. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам басқа бір хадисінде үмбетім үшін ең қатты уайымдайтын нәрсе қарын шығару, артық тамақ жеу, көп ұйқы және түйсік танымның таяздығы деген. Бұл хадисте айтылған кеселдің бәрі артық тамақ жеуден туындайды. Себебі тәнге қажеттінен артық ас адамды жалқаулыққа, маубастыққа мәжбүр етеді. Тіпті күніне бірнеше мәрте артық ас ішіп, оны қайта-қайта сыртқа шығару шамадан тыс уақытыңды алады да уақыт ысырабына жол ашылады. Мидың сирек жұмыс жасауына қажет қан мөлшері ас қорытуға жылдам жұмылдырылғандықтан ми жұмысы әлсірейді. Сондықтан тойып ас ішкен адам маужырай бастайды. Үнемі ұйқысы қанбай жүреді. Артық ас ішіп, көп ұйықтаған адамның тәні семіреді. Ал тән семірсе рух азады. Ой түйсік асқазан төңірегінен әрі аспағандықтан парасат пайымы төмен болады. Тіпті бара-бара құлқынның құлына айналып, ол нәпсісін емес, нәпсісі оны қалаған жағына шіпсіз жетектейді. Мұндай адамның құлшылыққа құлықсыз, жұмысқа жалқау болатыны сондықтан.